Қарбыздың үш дәні. Баяғы заманда бір кедей дихан болыпты. Оның алақандай ғана жері болыпты. Дихан күн-түн демей, демалмай осы жерде тер төгіпті. Бір уақытта көктем келгенде дихан жер жырта бастады. Аспанға қарап аққұтан ұшып барады екен. Аққұтан диханның жерінің үстінен өтіп бара жатып, қатты шаңқ етіп құлап түсті. Кедей дихан жүгіріп келіп қараса, аққұтанның бір қанаты сынған екен. Дихан аққұтанды жайлап көтеріп алып, үйіне алып келді. Бейшара құсты емдеу керек, дейді кедей дихан. Аққұтанды үйіне алып келіп, оның сынған қанатын емдей бастады. Кедей құсты ұзақ емдеді. Ақырында жазылған аққұтан қанатын қомдап ұшып кетті. Кедей оның артынан қарап тұрып, бұл құс ұзақ ешқашан жаманшылық көрмей өссін деп тілек тілепті, ұзақ өмір сүрсін деп. Келесі жылы кедей дихан жерді жыртып болып дән себе бастады. Бір уақытта былтырғы аққұтан ұшып келді. Ұшып келді де қарбыздың үш дәнін жерге тастады. Дихан қарбыздың үш дәнін алды да жерге отырғызды. Бірнеше күннен кейін қарбыз екі жапырақ болып жерден қылтиып шықты да, көзді ашып жұмғанша пәлекке айналып гүлдей бастады. Дихан бел жазбай еңбек етті. Уақытында суарды, уақытында арам шөбін жұлды, уақытында түбін қопсытты. Сөйтіп қарбызды жинайтын уақытта келді. Қарбыздар бұл жерде әлі де ешкім көрмегендей үлкен болып пісті. Дихан үш қарбызды үзіп үйіне алып келді. Бұндай қарбызды жалғыз өзім жегенім ұят болар деп, дихан өзінің туыстарын, достарын, көршілерін шақырды. Олар үлкен қарбызды көріп таң қалды. Кедей қарбызды жарайын деп пышақ алып келді. Қанша әуреленсе де пышақты кіргізе алмады. Содан кейін екінші қарбызды алып келді. Ол да солай болды. Үшіншісінде алып келді. Ол да солай болды. Шыдамай кеткен дихан пышақты барлық күшімен қарбызға тығып алды. Қарбыз жарылып кетті. Бірақ қарбыздың ішінен етті мен дәннің орнына алтын теңгелер шыға бастады. Олар сыңғырлап жерге төгілді. Қалған екі қарбызда алтын болып шықты. Қуанып кеткен дихан барлық алтынды қағып алып, өзінің қонақтарына таратып берді. Қонақтары қуанып үйлеріне тарасты. Қарбыздың үш пәлегінде 10 қарбыздан өсіп шыққан еді. Дихан барлығын жинап ішіндегі алтындарын алды. Сөйтіп жарлы дихан молшылыққа өмір сүре бастады. Бұл диханмен көрші бір бай тұратын еді. Ол өзінің кедей көршісінің байып кеткенін көріп, себебін білмекші болды. Сұрастыра бастады. Сен аяқ астынан қалай байып кеттің? Баю үшін не істедің? Дихан ештеңе жасырмай бәрін айтып берді. Маған да солай алтын болсайшы, деп ойлаған бай, аққұтанды іздеп егістікке шықты. Бір аққұтан егістікте жайылып тамағын жеп жүр екен. Бай бұқпандап барып қолайлы сәтте аққұтанды аяғынан бір берді. Аққұтан қатты шаңқ етіп жерге құлап түсті. Бай аққұтанды қойнына қысып алды да үйіне алып келді. Аяғын таңып емдеді. Бірнеше аптадан кейін аққұтан ұшып кетті. Көктем шыға бай егіс даласына шығып, аққұтан керемет қарбыздың дәнін қашан алып келеді деп асыға күтті. Күнде бай өзінің барлық жұмысын ұмытып, тек қана егін басында аспанға қарап, уақытында келмеген аққұтанды сыбап жүріп жатты. Ақырында аққұтан ұшып келді. Үш қарбыздың дәнін тастады. Сараңдықтан селкілдеп кеткен бай үш дәнді қағып алып жерге отырғызды. Көп уақыт өтпей, қарбыздың алғашқы жапырақтары қылтиып шыға бастады. Үлкен жасыл пәлекке айналды. Гүлдеп, одан қарбыздар өсіп шықты. Бай өзінің барлық туыстарын, қонақтарын шақырып қарбызды жарып жібергенде,
Оның ішінен быжылдап аралар шықты. Олар байды да, қонақтарын да бастан, көзден, аяқ-қолдан шаға бастады. Айқайлап шулаған қонақтар байды барлық жаман сөздермен ұрысып үйлеріне қайтты.